Бұл Оңғарбекұлы Аралбай ақынның шаршыға түскенде айтатын сөз басы еді. Сол Аралбай ақын баласы Берекет 25 жасында дүниеден өтіп, басына тұманды заман тап болады. Жыламайын десе тұла бойы тұмарғып таққан тұңғышы, жылайын десе шүкірсіздік деген бір қиын нәрсе. Аллахның рақымынан бос қалам ба деп тағы да қорқады. Содан не керек әйтеуір сөйтіп әрі-сәрі күйде жатқан шағында бұған көптен көрмеген замандас ағасы Қашаған ақын келеді. Айтушылардың бір парасы Қашаған Аралбайдың баласының қайтқан хабарын шынында да білмей келіп еді дейді. Бір парасы жоқ, білсе де жақсы көретін інісінің көңілін бірлейін деп білмеген кісі болып келіп, амандық саулық сұрасқаннан кейін: "Аралжан, көрмегелі көп болды, лебізіңе ынтызар болып дауысыңды сағындық. Домбыраңды қолың алшайшы" дегенде көңілі құлазып отырған Аралбай көкірегінен құралып тіліне өлең оралып мына бір сөзді айтып отыр екен дейді. Қолыma алған домбыраңы, сен дөзімді яңыра. Ажалда құрық салған күні, қаларсың сенде уадыра. Кешегі өткен 10 жасым, 10 жасымнан бер қарай, домбыра болдау жолдасым. 15 жасқа келгенде құрбының көрдім құрмасын, ағаның көрдім құрдасын. Баяны жоқсым жалған байқадым қолда тұрмасын. Қашеке, ай мен шаттанып жүрген күнімде, домбыраны қолға алғамын, бұл итіңді бұрай шалғамын. Қатепті қаранар едім, артуын таппай мертіліп, мен базардан қалғамын. Тіккенде туым жығылған, көкірегім толай армамын. Қашекенемді сұрайсың, мен аяғы сынған арбамын, қанаты сынған қарғамын. Тұяғы сынған тұлпармын, ой, қанаты сынған сұңқармын. Осындай жайға тап болдым, көздеріңдей ағаны келген күні тәңір айдап бір көруге іңкәрмін. Замандасағам Қашеке, ой, мен қанаты сынған қаршыға. Қанатынан айрылса қаршыға түсет шаршыға. Қашеке өлең айт дедің біздей бір қарып жартыға. Ей Қашеке өлең айт дедің біздей бір қарып жартыға. Қимастықтан көңіліңді бір-екі ауыз айтайын дүнияның жалған зарпынан. Заманым түзу шағындан, ой, Аралбай едім халқыма. Мезгілді күні біткен сұны, әлдейлеп сүйген қарағым. Қайрылмай кетті артынан, ай ойлап тұрсам әуелден. Жаратылып шығыппыз лауқы менен мақфуздан. Шарапатты дәні шашылып сылап сипап өсірдім мен ұлымды мамығым төсеп астына. Қашекенемді сұрайсың, мен ботасы өлген бозмая. Тұлыбына келіп аңыраған мен бір жүрген ақ киік, лағын түзде қалдырып орнына келіп амаңыраған. Ей мен қартайған арыстан, ой, елсізде қалып ыңыранған. Мен жаһанда жалғыз бәйтерек, жағдайсыз күні жел соғып жапырағы жерге төгілген. Мен бір тұрған ақ сұңқар, көзімнің жасы егілген. Мен бір тұрған ақ сауыт, адыра қалып сөгілген. Қияға біткен терегім уақыты жетпей бүгілген. Қадірлі аға Қашеке-ау, жалғызымнан айырылып қанатым сынып қайрылып, жағдайсыз күйге тап болдым. Көңілім сөйтіп түңілген ау.